Я не знаю, я узнал, вот, например, бір-екі сабақ өтесіз қызылшаға нашын, психология болсын, любой ілім. Біз мына жерге өтеміз. Когда мы понимаем, уже сана-семізге келеді. Біз, оказывается, білмейміз мына. Психология алайық, қызылша алайық, Екінші, үшінші квадрат бізде, это высокая компетентность, когда мы уже бір жыл өтсін, 2 жыл өтсін, біз уже қалай қызылшаны өсіреді, немесе қалай мақсатқа жету уже білеміз. Осы жерде высокая компетентность дейді. Бәріміз осы неге тырысамыз. Бірақ та мына жерде 4-ші квадрат бар, бұл неосознанная компетентность. Бұл қай жерде, мысалы, кеше Володя аға келді, Володя ағамыз, енді бұлай, әрімізге бұлай, кеше қайта болған жоқпын, бірақ та көрдім видеоны ше. Ол үлкен нәтижеге жеткен адам, е? Осы отырған фермерлер, мен ойлаймын, әр адам осындай бір болам деп, осындай мақсатқа, осындай нәтижеге жетем деп, нететін мақсаттар бар шығар, деп ойлаймын өзіне. Сол сияқты Володя аға, ол уже, не дейміз, профессионал, профи. Сол үшін мына жерге жету үшін бізге мынадай бір несі де, кривая бандура. Ол екеуінің несі бар. Әрі бір сабаққа келген кезде сондай бір неміз бар. Мысалшы, мотивация береді, Ғани Абадан, басқа бір тренер, басқа бір ұстаз. Бізге біліміміз өседі. Можно на следующий слайд? Мына жерде неосознанная компетентность, бәріміз енді профессионал уже 2-3 года прошло, мы здесь должны быть все. Ну, бірінші мақсат, осы жерге жету. Осы жерге жету үшін біз мына бірінші бір ай дейік, 1 месяц, 2 месяца, мына жерде 1 жыл дейікші. Біз жарайды енді бір қанша 40-60-қа жеттік, сен гектар. Просто şu Володя мына кісіге жету үшін біз біраз ілім алуымыз керек, дұрыс па? Мына жерде бірақ та бір жерде бізде спад болады. Ғани айтқандай, бізге немесе внутренний ресурс жетпейді. Қандай внутренний ресурс білесіз? Психоэмоциональное состояние. Мысалы, бір нәрсе әйеліңізбен, жолдасыңызбен ұрысып қалдыңыз. Немесе бір көршімен ба әйтеуір настроение түсіп, уже жұмысқа не жоқ, ынта жоқ. Мына жерде не түсінсіз? Например, или кейбір адамдар кредит бар, кредит төлемеді. Уже мына жерге кетті. Не дейді мына? Дно. Достали до дна. Егер дейді, Альберт Бандура не дейді бізге? Егер біз күнделікті жасағайтын адамдар, амалдар бар ма сізде? Фермер болсын, акимеліктер істейтін бар ғой бізде. Егер біз соны істесек, сол тренировка ретінде ілім алсақ, практика нетсек, он обнаружил, что обязательно мы до этого дна доходим, и в любом случае мы поднимаемся. И поднимаемся до определенного уровня. Но в том случае, если мы продолжаем действовать. Если мы останавливаемся, мы уходим вниз, да? И дальше все уже. Нет фермерства, нет предпринимательства. Кімде мақсат бар? Кімде қандай мақсат бар? Бір қол көтеріп, мына жерге шығып айта аласыз ба? Мына бизнес-тренер сізді шақырмай қояйын, мен білем, адамдар. Кімде бір мақсат бар, бірақ та қазір айтады ғой былай. Нересурсное состояние дейді ғой. Қазір жете алмай жатыр да? Кімде ондай бар? Жоқ. Жоқ, хорошо, есіңіз болады? Данияр, боламыз сізде? Қандай сізде проблема бар? Қандай бір шешіммен? Біз шешуімізді может табатын жағымыз қазір. Проблема, бірақ проблема бар, ақшада болады. Ақшада болады, фермерсіз ба? Жоқ, госслужащий. Госслужащий ма? В душе я фермер. А былай, параллельно обедтен кейін былай, помидор, нәрсе, пияз. КХ бар, бұрын фермер болам, госслужащий. Бірақ енді параллельно ақын. Сондай бір техника бар НЛП-де ше. Ол былай, бәрі мен сізге қазір түсіндірген нәрсе, бәрі простой, ешқандай не, қиын жоқ. Т1 деген бізде проблемный состояние, ақшамыз аз, да? Аз это 0. 0? Аз это 0. Аз 0, да? Хорошо. Мына жерде operation деген нәрсе бар. Operation деген біздің немізде, амалдарымыз ше. Не істейміз, Operation деген действие. Амал, действие. Амалдардың бір неше түрі бар? 1, 2, 3, Сіз не істеп жатсыз? Айтыңызшы, пожалуйста. Амалдар, қандай амалдар істеп жатсыз? Каждый год начинаю с нуля. Каждый год с нуля. Вот, мысалы, бір жылда не істейсіз? Помидоры егесіз бе или қалай? Гипотеза. Техническая культура. Техническая культура. Қандай аты қандай?
Люцерна. Бір жылдары болды ма ондай жақсы урожай, бір жақсы ақша тапқан болды ма? Урожай каждый год жақсы. Каждый год жақсы ма? Онда неге ақша артың? Цена. Цена низкая, да? Онымен не істеуге болады? Ешнәрсе істей алмайсың. Негізі енді ол күлетін дұрыс емес, негізі адамдарға мен ойлаймын, адам деген ол бол ғой негізі ше. Мен ойлаймын, сіз жасыңыз нешеде? 50-де? Енді Алла қаласа былай қарасаң, осы фермерлік жұмысын тастап, басқа нетуге болады ғой, мысалы, егер сіздің бол болсаңыз. Уровень нормы скажите, какой там? Миллион в месяц, 2 миллиона, 10 миллионов в месяц. Айна қанша тапсаңыз болады? 2 миллион. 2 миллион. Им мына жерде экзит деген бар ше. Экзит деген аэропортта болған жас, экзит деген жазады ғой. Иә, выход. Вот біз егер әр мақсатқа осындай формула пайдалансақ, біз обязательно шығуымыз керек сол. Егер шықпасақ, қайтадан сол неге белка в колесе айналып жүреміз. Қалай ойлайсыз, Володя аға бір он же по такой же цене продает, как остальные люди, или нет? Бұл кісінікі. Вот давайте чуть по-другому. Я чуть-чуть по-другому. Вот неге оның меркеге жақын болғаннан кейін айтасыз? Ол бір, екінші. Вот давайте мына жерде жазайық, фиксированная цена. Смотрите, давайте мы сделаем, как будто мы Володя ага. Сіз Володя ага, да? Вот гипотеза, первая гипотеза, которую он тестировал. У него было 10 гектаров, да, у него было? 10 гектаров всего было. Он начинал, у него даже ручной полив был, да? Правильно же? Он тестировал, потом, например, масала бір комбайном вот. Комбайн сатвалу, ол да гипотеза? Ну, до комбайна лет 20, наверное, шел. Ну хорошо, давайте он же трактор, больше трактор, МТЗ, да? До этого он был ручной, до этого. Но он не сдавался, да? Вот смотрите, я почему говорю это? Он не сдавался, он вот здесь все делал, продолжал действовать, да? Смотрите, МТЗ-80 да? Потом, что он еще, допустим, накупил? Гипотеза, да? Агрегат. Сеялка. Теперь третье. Смотрите, у него рост шел или нет? Как вы думаете? Давайте. Володя Арам жоқ, да? Нет роста, да? Он вниз идет, да? Теперь смотрите, он что-то келешил, он тағы бір нәрсе пайдаланды, да? Технология. Вот технология. Білім, да? Білім ғой. Технология болмаса білім болмайды. Вот технология қолданған кезде, он вверх пошел или вниз? Нет, пока еще на нуле. Пока еще на нуле, да? Хорошо, жеткен жоқ. Хорошо, тағы не пайдаланды? Кеше сұрадыңыз ғой? Да, ресурсы алды, да. Тағы ресурсы, қандай? Комбайн, там может. Ну, давайте это назовем технические ресурсы, как вот там, они технические ресурсы, да? Так, смотрите, давайте вот здесь возьмем, я за то, чтобы мы также дополняли это нашими психологическими внутренними состояниями. Вот согласитесь, если бы у каждого вот это было, 100% говорю, например, если вам сейчас каждому раздать вот эти все комбайны, не у всех у вас будут результаты. Согласитесь? Конечно. Кто-то сольется, согласны? Это 100%. Есть такое понятие, как психология. Кто-то может, а кто-то не может. Кто-то может с нуля подняться без одной копейки в кармане. А кому-то сейчас, сколько ему денег, он все как бы профукает, да? Согласны? Поэтому вот здесь это все ресурсы, которые мы можем купить за деньги, заработать. А есть самый важный ресурс, это наша мотивация внутренняя. Без мотивации вот этого ничего не будет? Конечно, не будет. Вот Володя раньше, у нас все, он дошел до этой точки, ему что-то помогло же. Что помогло, как вы думаете? Давайте. Внутри бы что-то двигало. Да, я считаю, знаете что, я проанализировал, очень большая цель у него есть, во-первых. У него есть, во-первых, большая цель, и у него есть дисциплина. Вы заметили, какую он дисциплину? 15 лет занимается только сельским хозяйством. Согласны? Дисциплина. Я 100% говорю, если бы кто-то біздің қарағөзіміз ағаларымыз сондай дисциплинамен мақсатқа нететін болса, уже давно вы бы обскакали. Но у нас нет этого. Еще один инструмент, давайте запишем. Адамның басында, біздің бойымызда не бар? Чувство есть, да? Сенімдік, да? Чувство, да. Чувство, осознание. Сосын біздің көзіміз бар, да? Көзіміз бар, біз көреміз. И құлағымыз бар, біз естиміз. Негізі NLP бойынша бізде 5 репрезентативные системалар бар адам бойында, по которым мы принимаем информацию. Первое это визуальный контакт, мы видим, да? Видим лекцию, я показываю, да? Есть еще аудиальный канал, через который мы принимаем информацию, да? Есть чувство.
например, есіміңізді еще раз. Данияр. Мен Даниярға ұқсатпасам, Дәкемен жақын боламын, иә? Ол уже ощущение тактильные. Это 3-й канал. Есть 4-й канал, он густоторный называется, запахи и вкусы. Запахи и вкусы. Ол 5. Ну, біз НЛП-да 5-еуін алмаймыз да, 3-еуін аламыз да. Есту қабілеті, көру, және ощущение тактильные, да? И когда ты по вот этим 3 репрезентативным системам ставишь свою цель, сен егер соны пайдаланатын болсаң, сен мақсатқа, мысалы, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл мақсат бар ма? Сен 1 жыл, 2 жылдың ішіне жетуге болады. Неге десеңіз, ученыйлар, психологтар соны неткен. Егер біз өзіміз, мысалы, кейбір адамдар бар да, они, например, больше видят, чем слышат. Есть такое? Ну, мысалы, художниктар, видеомонтерлар, дизайнерлар, художниктар, олар көз арқылы, именно көру арқылы олар тез творческий адамдар. Кейбір адамдар, мысалы, жақсы естиді, сондай адамдар бар ғой. Да, и кейбір адамдар олар өзі, мысалы, сондай адамдар бар ғой. Қолыңызды беріңіз. Бұлай шақтаса, амаласа, бұлай, сондай адамдар бар ғой. Бұл кинестетический один, вот, ощущениями. 1 декабря, допустим, я пишу, например, я женат, например, да, на красивой молодой девушке и пишу, я чувствую, например, что она меня там заботится, любит, да. Я слышу, как она мне там говорит хорошие слова, и я вижу ее, допустим, лицо и там тело. Егер біз вот по этой технологии сейчас напишем цель свою, да, вот міндетті түрде қанша адамдар, 25, где-то 30 адам бар ма? 30 адам ішінде егер қазір біз мына технологиямен істейтін болсаңыз, иншалла жетесіңдер Т2-ға. Вот смотрите, экзит когда у нас будет? Я вот сейчас хочу вас вернуть сюда. Что такое толк техника, да? Цельді қойдық, дисциплина құрдық. Күнде, мысалы, сағат 7-де тұрып, не істейсіздер, фермерлер, не істейсіңдер, мысалы, күнде не істейсіз, бір қайталатын нәрсе бар ма? Бар ма? Айтып жүрсіз? Қалай? Малға неге қарайсың? Иә, вот күнде, иә. Вот егер сіз соны күнде жасайтын болсаңыз, вот ол бізге оперешік жатады. Вот мысалы, жарайды, малға шөп беру дейікші, иә? Просто бізге бұл пример ғой. Малға шөп беру. Егер бізге экзит қай кезде болады, выход из цели. Когда мы сделаем Т1, біздің проблема состоит в том, кто меня не понял? Түсінбеген адамдар ма? Т1 біздің проблемамыз, иә? Түсінікті ғой? Т2 біздің мақсатымыз. Т2 это біз уже все, 2 миллион стабильно бізге ай сайын кіреді. Или же, например, в конце года мы 25 миллионов получили, чистую прибыль, разделили на 12, и у нас получилось 2 миллиона тенге. Т1 равно Т2 и равно экзит. Келесі шоу не істейміз? Біз экзит осы мақсаттан шығамыз и не істейміз? Басқа Т2 қоямыз. Мысалы, мына жерде 2 миллион болса, 2025-те Т2-мыз, например, уже болады 5 миллион. И қайтадан осы гипотезаларды қайталамыз. Түсінікті ба? Пока у нас не получится. Мы вот так будем, мы одну гипотезу попробовали, вторую, третью, четвертую, опустились обязательно міндетті түрде, бұл Аллахтың заңы. Черное, белое, күн мен түн, иә? Аллах бізді сынайды сөйтіп. Міндетті түрде біз асыға түсеміз. Но, братта, осы жерде біздің міндетті түрде осы гипотезаларды қайтадан қайтару. Вот сол кезде сіз фермер, бизнесмен, предприниматель боласыз. Просто мақсатқа жету үшін одан шыдамдылық керек, табандылық керек, мақсатқа жету күш керек, дисциплина керек, онсыз ешқашан болмайды, иә? Вот смотрите, я вот эти делаю дисциплины, амалдар жасаймын, иә? Например, я ввел технические ресурсы, да, новую сеялку купил. У меня не получается все равно, результат жоқ, 2 миллион жоқ. Мен не істеймін? Мен басқа амалдар кіргіземін, иә? Вот, жеті. Например, у меня сеялка не сработала, я что теперь делаю? Басқа амал, я не делаю. Например, какой еще можно делать? Бәке? Арендаға аласыз, иә? Арендаға алу, иә? Өзінің ақшасын нетпейсің, арендаға алу. И, например, біз арендаға аламыз не какой-то там бір көбісі пайдаланатын нәрсе, а бір мықты бір сеялка алғандай, ше? Тез істейтін, мысалы, ше? Қымбатырақ. Например, кеше Володя ағамыз неге нәтижеге жетті? Айтып жатыр ғой. Ол қымбат семена пайдаланады, иә? Қымбат удобрение пайдаланады, иә? Почему-то көбісі оны етпейді. Көбісі азияға жүгіреді, иә? Дұрыс па? Жарайды. Аллахтың қалауымен болады ғой деп.
Аллахтан ғой нәтиже. Бірақ та бұл кісі ол не етіп жатыр? Ол себепке біраз как бы ставку делают на то, что причина была качественная, да? Правильно же? А біз не істейміз? Жарайды, азан болады, ана удобрение болады. Бірақ та білеміз, ішімізде білеміз, что біз мақсатқа жетпейміз ондай нәрсе. Үлкен мәселе. Сол үшін мы опять делаем, это называется петля обратной связи. И мы повторяем вот эти вот действия наши до тех пор, пока Т2 не станет Т1. То есть мы постоянно гипотеза. Гипотеза кім түсінбейді, айтыңызшы. Түсінікті, слово гипотеза. То есть біз қайталамыз мына инструменттерді, действия, амалдарымыз қайтадан, пока мы не Т2 не равно Т1. Мы до этого, называется петля обратной связи, вот мы, например, дисциплину применили, не сработало, да? Ну хотя дисциплина всегда сработает. И вот так вот повторяется, вот так. То есть что делать? Мы, петля обратной связи, это время, которое нам нужно для достижения цели, понятно? Смотрите, вот, смотрите, я, например, пишу, қалай, қазақшасы қалай, сеземін де? Мен сеземін де? Жазайықшы, давайте. Жазамыз, 1 декабрь, 1 декабрь, 1 желтоқсан. Бұл мақсатты жазамыз, хорошо? Әр адам өзіне жазады, иә? 1 желтоқсан, 2027 жылы мен, бұл не сияқты бұл? Обещание сияқты жазамыз қазір. Хорошо, прям жазамыз. Мен Айнали Балгерей. И, например, сеземін, иә? Мынау қазір біз үш нәрсе жазамыз. Сеземін, естіп жатырмын и көремін. Хорошо? Біз как бы өзімізге программа жазамыз. Түсінікті? Мен сеземін, например. И пишем мына жерде. Не сезесіз? Например, я қалтада 10 миллион пачка сеземін. Или сумкада 10 миллион, 20 миллион сеземін. Не туго болады ғой, тактильное ощущение. Согласен, да? Сеземін. Если ты будешь, заработаешь хотя бы за год 25 миллионов, нормально же, да, это? Я думаю. Поэтому будете гордиться собой, да? Өзің мақтанасың? Өзім үшін мақтанамын, иә? Өзім үшін мақтанамын. Сенімді боламын, иә? Өзіме сенімді боламын. Мүмкін сізге бұл как ана ертек сияқты қазір естілуі мүмкін, да? Но бірақ та кім осыны істейді? Ол исследование жасаған. Стэнфордский университет, Йельский университет еще 20 ғасыр осыны исследование жасаған. Кім мақсатты қойған адам мақсатқа жетті. А кім оны жазды? 7% адам басқа адамдарға қарап 100 раз больше зарабатывает. 100 есе көп мақсатты жазған адам 100 есе көп ақша тапқан. Так, енді есту бойынша, да? Есту бойынша не имеет? Так. Не естиміз? Ақшам болса да развитияға тағы ақша салуға ұмтылып тұрасың. Әрине. Жоқ, біз қазір просто пример ретінде сізде қандай өзіңізде бойыңызда қандай сезімдер бар, өзіңіз жазасыз, хорошо? Так, енді не естимін? Маған енді бір 50 миллион тапсам жақсы болады. 20 емес, 200 болсашы. Молодец, давай. Что-то маған да тоже не составляет, да, мало, да? Давай. 200 да ма? 100 миллион, давай, 100 миллион. Машалла, давай, 100 жазайықшы. Өзіме не істеймін? Мен ана айғал красавчик деймін ғой өзіме ше? Правильно же? Аллаға шүкір да, жеттім деп солай айтамыз ғой. Айтпаймыз қазір. Енді ана не үшін емес, өз-өзіне мақтау емес. Просто мысалы қанша еңбектедің, қанша терледің, қанша дисциплин, таңертең тренировка тұрдың, иә? Өзіме красавчик деймін ғой. Егер өзім красавчик демесем, ол мен саған ешкім красавчик демейді, әйелің де айтпайды, ешкім де айтпайды саған. Солай емес пе? Біздің өміріміз не сияқты да? Былай айтсақ болады. Мысалы, машинаның дөңгелегі бар ғой. Ол бір жағы бір или не алайықшы, велосипед алайықшы. Спицалар сынса, андай спицалар болады ғой. Дөңгелек жүрмейді ғой. Дұрыс па? Или диск қисық болады ғой. Уже машина на үлкен скоростьпен жүрсеңіз, уже не, шишка болады. Сол сияқты біздің өміріміз мынадай не бар да? Колесо балансы бізде әр адамда мысалы 8 осындай не бар? Сектор дейді ғой бұлай. Бірінші ақша, иә? Енді көбісі ақша ойлайды ғой.
өзімдік өсу, личностный рост, ол осы екі нәрсе мен өзім маған беру үшін былай істейді да. Егер мына жерде өзімдік өсу болмаса, менде ақша келмейді. Менде өзімде солай, білмеймін, сізде қалай. Денсаулық және спорт. Бұл да осыған да келсем, қашан да мен тренировка жасаймын, қашан да мен спортзалға барамын, менде мына жерде нәтиже өседі. Личностный рост, ақша. Может, басқа аларда басқаша болады, да? Менде өзімде солай. Друзья окружение. Егер менде друзья окружение мысалы мықты болса, мен мына көп вопрос шешуге болады, иә? Келісесіңдер ме? Сол сияқты мына отношения, мына қарым-қатынас әйел адаммен көбісі. Әйел адам сосын өзінің қасындағы әке-шешең, бала-шағаң. Сосын яркая жизнь. Яркая жизнь деген қалай кім қалай түсінеді? Яркая жизнь деген, мысалы, егер сенің бір жақсы бір мақсатың болса, мақсатыңа жеттің ба мына? Мысалы, бір путевка алып, или бір үй алдың, или бір жақсы мақсатқа жеттің, сен анадай эмоция жетесің ғой, да? Путешествие, праздник. Да. Вот яркая жизнь это про это. Например, если я никогда не выезжал за рубеж, то это, наверное, сделал один. Если мне, например, хотя бы 2 жылда бір шығам, шетелге шығып демаламын действительно, то, наверное, это где-то 3-4. И егер, например, жыл сайын бір 3-4 рет, мысалы, шетелге шығам, значит, это уже где-то 7-8-9, да? Например, ше? Мысалы, енді өзімде қалай, мақтанбай қой, ну, кезінде, мысалы, 2016-да сондай мақсат болған, жылына жоқ деген кезде шетелге 3-4 рет шығам, ше? Осы 2023-те уже 4 рет ұшып шықтым шетелге. Демалуға, сабаққа, неге, в общем, құлшылыққа бардым, 4 рет шықтым. И бір, ол не сияқты болады ғой анда? Дан деген болады, галочка. Галочка қойғаннан кейін уже, бұл саған уже уровень нормы болады. Саған уже бұл, как будто, нормальный вопрос не болады да? Сен, ана мақсат, андай үлкен мақсат емес, для тебя уже постоянно сен уже, как бы, жететін несі, уровень нормы дейді. Так, следующий, рухани өсу, духовный рост. Мысалы, енді кім мешітке барады, мысалы, христиандарға өзінің нелері бар. Бізде енді мұсылман болғаннан кейін, духовный рост деген мен өзім үшін, мен мұсылман сияқты қалай өзімді осы қоғамға, өзіме, мысалы, өзіме мақсат қоямын, мысалы. Күнде, например, 2 бет Құран оқу. Бұл күнде оқымаймын, шыны керек. Кейбір бізде кетіп қаласың. Егер мен күнде хотя бы 2 рет, 2 бет, 3 рет оқысам, мен күнім действительно бір жақсы өтеді, да, мысалы. Или таң намазды мешітке оқу. Күнде егер қосады, хотя бы аптасына 7 күн болса, 5-6 рет болса, жұмыстарым жақсы жүреді. Как по маслу дейді ғой, орысша айтқанда. Бір күн үйде оқыдым ба, сразу какой-то бір түрлі басқаша болады да. Сол сияқты өзіңізде бір нелер, духовный рост бар ғой, мысалы. Сабаққа бару, мысалы, сабақтарды имамдар өткізеді де, мешітте. Бар ма онда? Бізде Алматыда бар, мысалы, мешітте тағы бір нелер, ілім тарататын нелер бар. Духовный ростқа тағы кітап оқу жатады деп ойлаймын. Кейбір адамдар, мысалы, не то что неверующийлар, болады адамдар, діни жағынан жоқ та, мысалы. Оларға енді былай, литература, анандай, саморазвитие тоже, соған жасақты болады. Карьера, бизнес, енді кімдер карьера жасайды, кім бизнес жасайды, екі түрлі, короче. Кім аким болады дейді, кім бизнесмен болады дейді. Парақтың ар жағына осындай не жазасыз, круг жазасыз да. И өзіңіз көресіз да, сіздің дөңгелегіңіз айналып жатыр ма? Айналып жатқан жоқ па? Как мы оцениваем это? Смотрите, по центре ортада 0. В общем, түсінікті ғой примерно. Если деньги, вот хорошо, по деньгам сделаем, смотрите, вот, например, у человека в год зарабатывает сумма там 2 миллиона тенге, да, в месяц зарабатывает, в месяц. Для него это как бы десяточка. Сейчас сколько он зарабатывает, например? Если там 300 тысяч, то, наверное, однерка, двойка, да? Ну, примерно поняли, да? Да. Если половину зарабатываешь, то, наверное, миллион зарабатываешь, значит, это 5-6.